Мен Досаев Құдайберді, 74 жастамын. Бұрында осы офиске 1930-1950 жылдар аралығында жазықсыз қудаланған мал мүлкі толық тәркіленген үштік ОГПУ-дың шешімімен сотталып, ұзақ жылдар түрмеде отырған, ату жазасы кесіліп атылған бабаларымды ақтау мақсатында бірнеше рет келдім. Еліміздің барлық архивімен де жазбаша хабарласып, нәтиже шығара алмадым. Тек ешқандай мәлімет жоқ деген жауап алдым. Мен 30-50 жылдар аралығында жаппай қуғын-сүргінге ұшыраған бабаларымның құжаттары қайда болуы мүмкін екендігін олардың анкеталарында көрсеткенмін. Олардың 9-ы Түркмен елі Красноодск қаласында үштік ОГПУ-дың шешімімен сотталды. 5-еуі атылды, 4-еуі мүгедек болып келіп өлді. 4-еуі қайда екені белгісіз. Мамандардың айтуы бойынша, менің түсінгенім, Түркмен елі архив мәліметін бермей отыр дейді. Осыған байланысты бір ел архив құжаттарын бермейді деп, құрметті президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының 2020 жылғы қарашадағы жарлығы аяқ асты қалмауы керек. Және елім, жерім, отаным деп кеткен халқымның зиялылары ақталуы тиіс деп есептеймін. Досаев Құдайберді, Жауғаш толы, Маңғыстау облысы.